Қайырлы күн балалар. Бүгін біз презентацияны PowerPoint-та жасауды ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы сабақ естерінде болса, сендер PowerPoint бағдарламасында презентация құруды, слайдтар қосуды, слайдтардың макетін таңдауды үйрендіңдер, және сондай-ақ оны сақтауды үйрендік. Ал енді бүгін одан ары қарай біз осы презентациямыздың слайдтарын дизайнын өзгертуді, фонға түс таңдауды үйренетін боламыз. Қазір барлығымыз менің жасағаныма қараймыз, сонда барлығы да түсінікті болады. Әдеттегідей, алдыңғы сабақта үйренгеніміздей жаңа презентацияны ашамыз, пустой. Сосын макетімізді таңдаймыз, Так, макет, пустой слайд. Макет, мен 2 слайд қосып алдым бірден. Қазір екеуіне 2 түрлі дизайн жасап көрсетемін. Дизайнын жасау үшін слайдтың соткада міне бұрыш жағында стрелка бар. Осыны бассақ, міне главная мәзірінде тұрмыз біз қазір. Соның ішінен конструктор мәзірін таңдаймыз. Темы дегеннің ішінде дизайнның түр-түрі бар міне. Осының ішінен біздің тақырыбымызға байланысты келетін тамшылары бар. Дизайнды таңдап көрейік. Міне, дизайнымыз таңдалды. Байқаған болсаңдар, 2 слайдымызға да осы дизайн бірден қойылып кетті. Міне, 2-ші слайдымыз қосақ, 3-ші слайдымыз қосақ, барлығында бірдей слайдтар, яғни дизайндар пайда болды. Енді бұл түстер бар. Түстерін өзгертуге болады. Формат фонының ішінде мынау стрелканы бассаңдар, түстердің каталогы шығады. Осының ішіне мысалы мен сарыны таңдаймын. Міне, біздің фонымыз сарыға айналды. Бірақ қалғандары айналмады. Демек, біз қалай жасай аламыз? Әрқайсысын әртүрлі түске бояй аламыз. Міне. Біреуін қызылға емес, мысалы мынандай бір түске бояп көрейік. Міне. Ал егерде темасын ауыстыратын болсақ, онда бізде барлық слайдтың темалары ауысып кетеді. Байқадыңдар ма? Тема деген, яғни дизайнымыз бүкіл слайдқа бірдей болады деген сөз. Егерде бұндай дизайнды керек етпей, тек қана бір түстегі қаласаңдар, бір түстегі фонды, ол үшін мәзір жолының ішінен конструкторға кіреміз. Формат фонадан түсті таңдаймыз. Міне. Екіншісіне, мысалы, басқа түсті таңдайық. Міне. Осылай біз слайдымыздың дизайнын түстер арқылы және теманың ішіндегі дизайндар арқылы дайын. Солар арқылы өзгерте аламыз. Тағы да бір жолы бар. Ол сурет кірістіру арқылы. Фонымызға белгілі бір суретті қою арқылы. Телефонымыздағы суреттен таңдаймыз. Мысалы, мен суретті қойғым келеді. Міне, қоятын кезде бізге бұны қысқартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ айналдыруға мүмкіндік береді былай. Готовыны басамыз, суретіміз мұнда түседі. Бұны біз слайдымыздың бетіне туралап, қолымыздың саусағымыз арқылы созамыз. Міне, біздің слайдымыздың фоны бір келкі сурет орналасты, яғни біздің слайдымыздың фоны суретке айналды. Осылайша фонды да жасай аламыз сурет арқылы. Сонда біз фонды неше жолмен жасай аламыз? Біріншісі ол мәзір жолындағы конструктордың ішіндегі теманың ішінен дизайн таңдай аламыз, дайын. Одан кейін екіншісі конструктордың ішіндегі формат фонаның ішінен түстерді таңдау арқылы, біркелкі түске айналдыра аламыз. Сонымен қатар суретті кірістіру арқылы суретпен де біз фонымызды жасай алады екенбіз. Бүгінгі сабақ түсінікті әрі қызықты болды деп ойлаймын. Келесі сабақта бұдан да қызықты іс-әрекеттермен, қызметтермен танысатын боламыз. Өздеріңде телефондарында жасап көріңдер.
сіздерге де қызықты болады деп ойлаймын. Бұл презентация жасау сіздерде алдағы уақытта көптеген қолданысқа ие болады. Сондықтан үйреніп біліп жүргеніміз жақсы.